Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай жұмсақ, өте дәмді болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Кез келген үйден табылатын заттардан жасалынады. Алдымен картошкамызды пюре етіп қайнатып аламыз. Суға салып, картошкамызды тұзын салып қайнатамыз. Онан соң бізге сыр, колбаса, паприка, қара бұрыш, сонымен қатар қатпарлы қамыр қажет болады. Менде ашытқы қосылғаны. Бізде пюреміз дайын. Езіп алғаннан кейін жаңағы колбаса сырымыздың үстіне салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Тұзын, бұрышын дәміне қарай салыңыздар. Осылай толықтай араластырып аламыз. Қажетті құрамын описанияға жазамын. Сол жерден қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Мінекей қамырымызды екіге бөліп, енді осыны жаятын боламыз. Ыдыстың көлеміне қарай жаямыз. Домалақ болса домалақ қылып, төртбұрышты болса төртбұрышты етіп жайып аламыз. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Каналыма қолдау білдіріп қойыңыздар. Сосын осылай ыдысымызды сары маймен майлап алып, қамырымызды жайып шығатын боламыз. Оның үстіне начинкамызды саламыз. Осы жерде айта кетейін, егер де пюре етіп салмасаңыздар, картошканы кәдімгідей шикі күйінде ұсақтап, турап араластырып салсаңыздар да болады. Осылай бір тегіс етіп жайып шығамыз. Кез келген начинканы қолдана берсеңіздер де болады. Екінші бөлігін тағы да жайып, оны себелеп отырып, бетіне жабатын боламыз. Шет-шетін жақсылап тұрып бекітеміз. Шетін бекіткеннен кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағып алатын боламыз. Осы сәттен бастап духовкаларымызды, яғни пештерімізді қыздырып, 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер достар, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де балдарыңызға да ұнайды деген ойдамын. Осылай бетіне күнжікті сеуіп, сәндеп қойдым. Алла бұйыртса, алдыда неше түрлі видео рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде сіздерге бірінші болып көрініп тұрады. Осындай пісіріп алатын боламыз. 30 минутта пісіп шықты. Өте дәмді болып шыққан. Ас болсын, жасап көріңіздер. Қып-қызыл болып, керемет болып шығады. Сау болыңыздар.